Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз итерациялық теңдеуді итерациялық әдіспен шешуге бағытталады. Кеше бір оқушыларымыз сұраған екен көмекке. Енді итерацияның теңдеуді шешудің әдістері бұл нақты әдістер. Ол квадрат теңдеуді шешу, дискриминант деген сияқты. Екіншісі осы итерациялық әдістер, яғни біз табиғатта негізінен инженерлікте осы итерациялық әдістерді қолданып теңдеулерді шығарамыз. Енді итерациялық әдістің екі түрі бар мектепте өтетін. Ол біріншісі жартылай интервалды жартылай бөлу әдісі, одан екіншісі қарапайым итерация әдісі деп аталады. Енді екеуіне де бір мысал келтіріп берейін. Енді теңдеу тұр. Теңдеуінің 3/1, 3/4 аралығында шешімін табыңыз дейді. Дәлдікті мына жерде 3 итерация жасау арқылы анықтап шешімін жазыңыз деп айтылған. Енді ең бірінші дейтініміз мына 3/1 мен 3/4-ның аралығында интервалдың түбірі бар ма? Соны анықтаймыз. Яғни ең бірінші біз f от, енді мынаны функция деп алайық. Мына f от x ол тең 2x квадрат минус 7x плюс 2-ні функция деп алып f 3/1 есептесек, f 3/1, яғни x-ның 3/1 аламыз. 2 3/1 квадраты минус 7 көбейтілген 3/1 плюс 2. Енді бұл жерде итерациялық әдістердің барлығында калькулятор сіздерде балалар болады. Сол калькулятордың күшімен есептейсіздер. Калькулятор сіздерге үйретпей қойды. f 3/1 есептесек, енді калькулятормен мен қателеспесем, мен деген есептеп қойдым 0,48 шығады. Одан кейін f от 3/4 есептейік. Бұны яғни x-ның 3/4 туғайым 2 көбейтілген 3/4 квадраты минус 7 көбейту 3/4 плюс 2 деп есептестік 1,38 шығады. Бізде негізгі теорема, егер a мен b кейбір есептерде болады, осы a b интервалында түбірдің бар екенін көрсет деген. Осы жерде теорема бойынша f от a көбейтілген f от b теріс сан болатын болса, яғни a мен b ұшында интервалдың функциямыз таңбасын өзгертетін болса, онда сол аралықта түбірі бар деген теорема бар. Яғни мына жерде көрдіңіз, біреудің таңбасы минус болып тұр, мына жақ таңбасы, мына жақ таңбасы плюс болып тұр. Яғни былай айтқанда a болатын болса, мына b болатын болса, функциямыз a да теріс болды, b да оң болды. Көрдіңіз, мынаның мәні оң, мынаның мәні минус, минустан плюс өтіп тұр, яғни ортада бір қиып өтеді x өсіне, яғни түбір бар деген сөз. Сондықтан мына 3/1 мен 3/4-ның арасында точно түбірі бар екен анықтадық. Енді неме сызамыз, кестемен кішкене түсінікті да. Так, бірінші интервал a мен b. Одан кейін есеп бойынша енді жартылай бөлу. Осы екеуінің ортасын аламыз, яғни интервалдың ортасы, яғни c деп белгілеп кейбірінен дұрыстау үшін a плюс b бөлінген 2 деп жазайық. И одан кейін осыдағы функцияның мәнін есептейміз. f от a плюс b бөлінген 2. Енді басында білеміз, біз мынада a мен b да, яғни 3/1 мен 3/4 арасында түбір бар екен біз жаңа нақты анықтадық. Яғни a-мыз 3/1, b-мыз 3/4. Біріншісі итерациямыз кетті, бірінші. Бастадық, номер бірінші әдіс, итерация. Екеуінің ортасы 3/1-ді 3/4-ке қосып 2-ке бөлсем, яғни 3/1 плюс 3/4, 2-ке бөлсем, екеуінің ортасы 3/25 болды. Бағанағы мына ішіне шекке жазып қоймын, 3/1-дегі мәні теріс баға, мен жерге минус қойып қойайын. Ал 3/4-дегі мәні 1,32 плюс болды. Бізде түбір әрқашан екі әртүрлі таңбаның ортасында болу керек. Енді 3/125-дегі функцияның мәнін есептейміз. f 3/125 функцияны x-ны қойып есептесек, енді калькулятормен өздеріңіз есептей аласыңдар. Менде шықты 3/125-ті қойып едім 0,375 шықты. 0,375. Яғни былай айтқанда функцияның таңбасы оң болып тұр. Яғни мынаның мәні 0,375. Бұның таңбасы оң болып тұр. Бізде түбір минус пен плюстің ортасына болған. Бағанағы мына жерге минус қойдым, мына жерге плюс қойып, плюс болып тұр. Сонымен екінші итерацияда түбіріміз қай жерде жатыр? Обязательно минус пен плюсында минус қалады, яғни 3/1.
И 0,375 мынаның орнына мына бір қоямыз. Ой, 3,120 жаңа интервалымыз. Яғни бұрын былай шыққанда қарасаңыздар 3,1 болды, одан 3,4 болды. Біз ортасын таптық. Бұның 3,25 болды. Мына 3,4-тегі функцияның таңбасы 10 болған, мынаның таңбасы минус болған басында. Бірақ мына жерде қайтадан 10 болып тұр. Яғни түбірі, біз интервалды 2-ге бөліп тастадық қой, мына жағында түбір жоқ. Мынаны алып тастаймын. Түбір мына аралықта қалды деген сөз. Енді 3,1 мен 3,125-дің ортасын есептейміз. Ол 3,1, оның ортасы 3,175 шықты. Мына екеуінің ортасы мына 3,175. Осының мәнін есептесек, минус шығады екен. Яғни бұның мәні енді өздерінің калькуляторына x-ның орнына қоя саламыз. 3,175-ті қойып есептесек, менде минус 0,06 бір нәрсе. Главный таңбасы минус. Яғни мынадағы таңба минус болып қалды. Яғни уже келесі мына екеуінің ортасында жатқан жоқ, өйткені екеуі де минус. Түбіріміз уже мына екеуінің ортасында жатыр деген сөз. Яғни келесі итерацияда уже А-ның орнына 3,175 пен 3,25-дің ортасында жатыр деген сөз. Бұл бізде үшінші бағанағы екінші итерация, мына үшінші. 3,125 пен 3,25-дің ортасы 3,2125. Екеуін қосып 2-ге бөлеміз. 21-25. Бұдағы мәні 0,1528 шығады екен. Мәні 10, яғни бағана айтып отырмын. Мына екеуінің ортасы, бұның ортасы 3,21, бұның таңбасы 10 болып кетті. Яғни келесі түбіріміз уже мына жақта жатыр. Уже келесі 4-ші итерация барсақ, ол 3,175, оның таңбасы бағана теріс болған. И мынаның таңбасы 3,2125, бұның таңбасы 10. Яғни түбіріміз міне осы екі аралықта жатыр. Енді есептің өзінде айтылған бізде дәлдікті 3 итерация жасау арқылы, яғни ең соңғы 3 итерация бітті, 1, 2, 3. Мынауымыз соңғы түбір деп дәлдігі бар түбір деп 3,2125 деп осы жерде аяқталады. Енді ары қарай жалғастырсақ, біз 4-ші итерацияда біз одан да дәлірек мән аламыз. Бұл интервалды 2-ге бөліп жатса, жалпы қандай да бір А, Б интервалы беріледі. Екеуінің таңбасы 2 түрлі болу керек. Мына жақта көріңіздер, таңбасы плюс болып тұр, мына жақта минус болып тұр. Сосын екеуінің ортасында, допустим, С көреміз. Таңбасы қалай екен? С-ның таңбасы егер минус болса, минус пен плюстің ортасында болу керек таңбалар. Уже мына интервал алып тастаймыз, керек емес. Сөйтіп екінші интервал, қалған интервалдың ортасына алып, тағы да мына жақ плюс болып тұр. Олай болса, мына жағы артық деген сияқты интервалды қыса береміз. Сол мына жауабы. Так, енді мына жерде мен балаларға айтатын, кестеме сызық болған жақсы. Мынау А, мынау А сан, мынау Б сан, мынау ортасы, одан соның мәні деп үстіне минус плюс деп жазып отырсаңдар, өздеріңізге түсініктірек болады. Енді келесі есепке орай қарапайым итерация әдісімен. Түсінікті деп ойлаймын. Қарапайым итерация әдісімен мына теңдеудің түбірін табыңыз. Егер x0 болуға 1-ді қойса, одан мыңдыққа дейін дәлдікпен есептесе. Енді қарапайым итерация әдісінде балалар ең главный x-ті тауып алу. X тауып алу 4 түр жолдар бар. Біріншісі мысалға допустим x квадратты қалдырайын да, мына екеуін теңдеудің жаққа келемін. 2x плюс lnx. Бұдан x тең түбір астында 2x плюс lnx болады. Сөйтіп итерациялық формуламыз шығады xi плюс 1, яғни келесі xi lnxi деген. Осы бірінші формула. Бұдан енді мына жерде есептің өзінде айтып отыр, x0 орнына 1-ді қойыңдар дейді. Яғни x0 тең 1 болса, қазір x бірім уже мына формулаға сәйкес болады. Түбір астында 2 көбейтілген x0 ойымыз 1 плюс ln 1. Енді калькулятормен есептесек, ln 1-іміз 0 болды, түбір астында 2-міз, түбір астында 2, 1,4 бір нәрсе шығады. Оны аламыз, одан x2 мынау енді шамамен 1,41 енді примерно. Мыңдық дәлдік бердік, қазір оны калькулятормен есептеп отыру керек. x2-ні тапсақ, тура енді мынаны аламыз да, қайтадан осы формулаға саламыз мұнда. Түбір астында 2 көбейтілген 1,41 бір нәрсе плюс ln
1,41 бір нәрсе. Осыны есептейміз. Инженерлік калькулятор менің сіздерге оңай болу үшін жаңағы Excel документті ашып қоюға да болады екен. Енді ладно, мына 1,41 шықты. Қайда кетті? Мен өзім есептеген кезде бағаны 1,41,2. 41,42. А мына жерде есептеген кезде ол менің калькуляторыммен ол шықты 1,7814. 1,7814. Енді осыны аламыз да қайтадан мына формула салған кезде x1, x2, x0, x1, x2, енді x3 табайық. Тура осы 1,7814-ті мына формулаға салып түбір астында есептеген кезде менде x3-ім 2,0347 осылай шықты. Енді осыны жалғастыра беруге болады. Сол кезде бір ұмтылатын бір сан болады. Енді мен бұл жерге оны түгел етпей-ақ Excel-мен көрсете салайын, мен инженерлік калькулятордың орнына. Енді x0 ойымыз мысалға 1 болды басында. Мына функциямыз тең, формуламыз бізде түбір астында ln x плюс 2x1 болды. ln тең ln басылайын, число ln x плюс 2x плюс 2 көбейтілген қайтадан алдындағы x-ім. Осының түгелі жақшада, осының түгелі түбірде емес па? Жақшада алайында дәреже 0,15 дәрежедегі түбір ол. Не формуланы жаздым бір шетінен. Не бағанағы бастапқы итерацияның 1 болған, формуламен жерде бағанағы тұр. Енді мен аламда мұнда қойым 1,4142 мыңға дейін жазып отырайын. 1,4142 интерді басып қойым. Мына жерде мен созып тастайын формуланы қазір. 1,7818 шықты. Бұл жерге жазам енді 1,7818 жаздым. 2,0349. 2,0349 қоям. 2,1868. 2,1863 қойдым. 2,2704. 2,2704 қойдым. 2,3153. 2,3153 қойдым. 2,3388. 2,3388 қойдым. Формула 2,35 0. 2,35 0 қойдым. 2,35. Міне қарасаңыздар, уже қайталана бастады. 2,35 яғни түбіріміз енді бір санға ұмтылатын итерациямыз. Соңғы енді тағы бір өсен 2,35 72-ні қойсам, 2,35-72-ні қойсам, 2,3604 уже жақындап қалды. 2,3604. Енді мұнан түгелін былай шыққанда соңғы санымыз көріп тұрмыз. 36-36 деп тұр. Яғни жүздік дәлдікпен есептесек, түбіріміз 2,36 екен. Бірақ ең балалардың бір нәрсе мына жерде мынандай формула шығарды. Екінші мынандай формуланы да шығару болады ғой. Мына жерден, например, x квадрат минус 2x қалдырайында тең ln x дейін. ln-нен құтылу үшін қылдырып жүрем. Яғни e-нің x квадрат минус 2x тең x болады. Сонда бір формула шығады. x i плюс 1 тең e-нің x квадрат минус 2x деген. Мына формулада жарап тұр. Бұған да дәл сол сияқты x0 ойдың орнына 1-ді қойсақ, x1 тең e-нің 1 минус 2 минус 1 дәрежесі. Сосын дәл сол сияқты мынадан шыққан санды қайтадан мында қойып жалғастыра беруге болады. Бұл жерде де теңдеуіміздің екінші түбірі шығады. Енді оны да калькулятормен қазір немен есептеп көрейік. Мына жерде басқа формула қоямын ол үшін. Так, енді ладно, тұра берсін. Екінші түбірі 1. Бұл жерде e-нің деген 2,182 осының дәрежесінде x квадрат дейді. Мынаның мына жерде теңін кетпін ғой.
мынаның x-тің квадраты минус 2 көбейтілген x қой деймін формуланы білсек, x емес, x-тің орнына отырған бізде. Дәл жақшаны жабайын да теңді басып қала міне. Бірді қойсам 36 осындай шығады. Сізлер түсініп olsun. Екіншіні қойым olsun. 0,36 78-ді қойдым. Мына жерден формуланы соза салайын сіздерге. 0,5486 шықты. 0,5486-ны қойдым. Не ұмытылып бара 45 10. 0,45 10-ды қойдым. 49,72. 0,49,72-ні қойдым. 47,73 жаңа. 0,47 37. Осыны қойсам 48,53. Яғни әрбір итерация сайын бізде жақындап келетін түбір бағана 0,47 37 болған. Енді 48 примерно осы жоқтап алғанда түбіріміз 0,479 шығады. Егер мына формуламен жалғастыра беретін болсақ итерацияны, ең соңғы бір 6-шы ма 7-ші итерация 0,470 жаңа 479 шықты. Енді екеуіне неге екі түрлі жауап? Өйткені екеуі де түбір, мынау да түбір. Бағанағы есептеген мына жақтан шыққан нәрсе 2,36 ол да түбір. Екі әдіспен, мына жерден де x тең 2,36. Шынымен де егер десмосқа салып көретін болсақ, мына былайынан жерде примерно көрсетіп қояйын. Мына x квадрат минус 2x-тің графигін білеміз, ол 0 мен 2-ден өтетін парабола. 0 мен 2 тұрған парабола, 0, 2 болады. Осындай парабола. Сосын ln x-тің графигі бізде 1-ден өтеді ғой. Былайынан өтетін ln x менен нәуір бағанағы 1-ден аспен 1 менен ортасында тұрған мына парабол жоғары қарайды екен тұратыңыздар. Так, мәселесі неге 2-ті 1 болмай қалды деп едім. Не қараңыздар, просто көрсеттік. x квадрат минус 2x мен x квадрат минус 2x тең ln x дегенді қарап көрейік. X квадрат минус 2x деген мынандай тармақтар жоғары қарайтын парабола. Примерно. Сосын ln x деген ол 1-ден өтетін мынандай логарифм функция. Яғни бағанағы бізден тапқан 0,479 деген ол мынаның координатасы. Мынаның координатасы 0,479. Екі түбір. Мынау екінші қиылысы, ол бізде жаңа 2,36. Яғни екі түбірінде осылай таптық.